Баршаңызға сәлем. Бүгін біз оңай әрі тез тігілетін, әрине әдемі көрінетін құрақ түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге екі түсті матадан 21-де 21 квадрат қиып алу керек болады. Матамыздың теріс бетіне 21 квадраттың қақ ортасынан сызып белгілеп аламыз. Сосын матамызды осылай оң жағын бір-біріне қарата отырып, жайғастырып, әрине ыңғайлы болу үшін инемен түйреп алыңыз. Сосын тігін машинкамызға қойып, жаңағы сызықтан емес, оның жанынан лапкамыздың бойыменен тігіп аламыз. Алғашында осылай сызықтың бір жағынан, сосын тағы да лапканың бойымен сызықтың екінші жағын тігіп аласыз. Сызықтың өзіне тиіспейсіз. Осымен тігіп алдық. Жаңағы сызықты енді қайшымен қиып аласыз, сызылған жерден. Осымен бізде ою дайын. Оны өз қалауыңыз бойынша қойып жайғастырып, өрнектерді ойластыра берсеңіз болады. Осындай үшкір тұстарын қайшымен қиып алып тастай саламыз. Келесі видеода осы өрнектерді бір-біріне жалғауды көрсететін боламыз.